Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін қойдың қабырғасын екі түрлі әдіспен пісіріп және оның рецептін сіздермен бөліскім келіп отыр. Соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен күнделікті бөлісіп отырамын. Ең алдымен қойдың қабырғасын майда бөлшектерге бөліп аламыз. Мендегі қойдың қабырғасы сәл майлылау болғаннан кейін күнбағыс майын аз қолдандым. Кейін татымына қарай тұз, қара бұрыш және майдалап туралған пияз бен сарымсақты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және араластырып болғаннан кейін салқын жерге 2 сағаттай маринадтап қоямыз. Ең алдымен пештің ыдысына фольга қағазы мен пергамент қағазын төсеп аламыз. Кейін маринадталған етімізді салып, араларын ашып орналастырамыз. Және бұл фольгаға оралып пісетін етіміз, және екінші бөлек етті біз пакетке салып пісіріп көреміз. Және сіздерге айырмашылығын айтатын боламын. Қабырғалардың аралары кішкене ашық болуы қажет. Кейін үлкендеу қылып туралған картоп пен сәбізімізді салып, бір кесе су құямыз. Ал енді пергамент қағазын ораймыз. Кейін фольга қағазын жақсылап орап, қызып тұрған пеште 2-3 сағаттай пісіретін боламыз. Қойдың еті тез піседі, бірақ пештің күшіне де байланысты. Сол себептен арасында бақылап тұруларыңызды сұраймын. Негізгі дәл осы әдіспен фольгаға орап, шоққа пісірсе, 3 сағаттың ішінде өте жұмсақ болып, қабырғасынан өзі сылынып түсетіндей жұмсақ болып піседі. Бүгін енді шоқ болмағандықтан тек пешке пісіріп көргім келді. Ал екінші әдісіміз дәл осындай пешке арналған пакет. Дүкендерде қолжетімді бағаға ала аласыздар. Және осыған да ет пен жаңағы картоп сәбізімізді салып кішкене араластырамыз. Кейін бір пиалай толтырып су құюды ұмытпаңыздар. Су картоп пен етке жұмсақ болып пісуіне көмектеседі. Сол себептен көбірек қоссаңыздар да болады. Аузын жақсылап байлап, қызып тұрған пеште 250 градуста 2 сағатта пісіріп аламыз. Бүгінгі кешкі асымыз дайын болды. Фольгадағы қабырғаларымыз өте жұмсақ, кішкене еттің бұрыштары қақталып, бір сочный болып шықты. Картоп сәбіздерінің барлығы пісіп шықты. Ал пакетке салып пісірген етіміз то же самое, но кішкене жұмсақтау болып шықты. Сіздерге пакетке салып пісіруге кеңес беремін. Бірақ ішіне суды барынша көбірек қоссаңыздар болады екен. Міне сонымен бүгінгі біздің тамағымыз дайын болды. Ал видеоны лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен басқа да қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.